Селфи сүйер қауым үшін айнаға қарап суретке түсу сәнге айналған. Алайда айна лук аталып жүрген фотосуреттер туралы сын жиі айтылады. Неге айнаға қарап суретке түсуге болмайды? Осы сауалға жауап іздеп көрейік. Ғалымдардың айтуынша, айна осыдан 7000 жыл бұрын пайда болған. Шыны айналар пайда болмай тұрып, адамдар қайралған металдар мен тастардан өз бейнесін көрген. Айнаның ресми пайда болуы туралы ақпарат 1279 жылы тіркелген. Француз Джон Пек алғаш рет қорғасынның жұқа қабатымен қапталған шыныны ойлап табу арқылы айнаның жаңа дәуірін жасады. Айна пайда болған күннен бастап оның магиялық қасиеттері туралы әртүрлі аңыз әңгімелер тарай бастайды. Алғашында қолжетімді болмаған соң айна тек ақсүйектердің үйінен табылатын мүлік болған. Аңыздардың айтуынша, айна адам жанының, рухының бейнесін көрсете алатын құрал. Сиқыршылар айна арқылы небір қасиеттерге ие болған көрінеді. Айна энергия жұтатын қасиетке ие. Физикалық тұрғыдан алып қарағанда да шыны арқылы энергия өндіруге болатыны дәлелденген. Айна жағымды да жағымсыз да энергияны жинай алады. Ал фотоаппараттың жарқылы, яғни вспышка, айнадағы энергияны өз бойына тартып алуы мүмкін. Кейін бұл энергиялардың толқыны сізге және сізді қоршаған ортаға тарап кетуі де ықтимал. Адам айнадан өз рухын көре алады. Демек, айнадағы суретке сіздің тәніңіз емес, жаныңыз да түседі. Фотоаппаратта айналық құрылғы болып табылады. Рухтың суретін қайта айнаға түсіру арқылы оны шошытып алуыңыз мүмкін. Үйден шығып кетіп, бір нәрсені ұмыт қалдырғаныңыз есіңізге түссе, үйге қайтып келген соң айнаға қарауды ұмытпаңыз. Әйтпесе сәтсіздік қыр соңыңыздан қалмай қоюы мүмкін. Бұл ұрымды естіген бе едіңіз? Ал қайтыс болған кісінің үйінде барлық айнаның бетін жауып қояды. Бұл өлген адамның рухы айнаға кіріп кетпеу үшін жасалады. Айнаға қарап ұйықтауға болмайды дейді. Бұл адамның тез қартаюына әкеліп соғады. Шағылған айнаға қараған адам сұлулығынан да айырылады дегенді жиі естиміз. Бір жасқа дейінгі балалардан айнаны аулақ ұстаған жөн. Бұл баланың дамуын тежеуі мүмкін, және айнаға қараған бала қорқақ, жасық болып қалады дегенде пікір бар. Кейбір халықтарда айнаға қарап отырып тамақтанған адам өз бақытын жейді дегенде наным бар. Бұл пікірлермен келісіп келіспеу әрине өз еркіңізде, алайда айнадан абай болған абзал.